Қайырлы күн, бүгінгі қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Біз бүгін кезекті қоғамдық тыңдауда Big Step жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғамдық тыңдауына келіп отырмыз. Қоғамдық тыңдауда оңтүстік-батыс Тәжіғали кен орналасу көздерінен Big Step жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттар пакеті, рұқсат етілген шығарындылар нормативтердің жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары талқылауға шығарылып отыр. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 96 бабына және Қазақстан Республикасы геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы номері 286 қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес өткізіліп отыр. Жиналысты бастамастан бұрын бүгінгі қоғамдық тыңдау төрағасы мен Ошал ауылдық округінің әкім аппаратының өкілі бас маман Лұқпанқызы бекітілді және араларыңыздан хатшыны тағайындайық. Хатшы болуға ниет білдірушілер бар ма араларыңызда? Онда ниет білдіруші болмаса мекемеде Наурызбаев Ерланды хатшы деп тағайындаймыз. Қарсылықтарыңыз жоқ бар? Онда бір ауыздан сайланды. Енді кезекті қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек, баяндамашыға 10 минут, одан кейін сөз сөйлеушілерге 3-5 минуттен беріледі. Регламентпен келіссеңіздер, осы регламент бір ауыздан бекітіледі. Ұсыныс сұрақтарыңызды баяндамашыдан кейін қоюларыңызға болады. Олай болса, қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Және ең бірінші баяндамашыға Күмісбаев Еркінбекке. Саламатсыздар, құрметті қатысушылар. Бүгін біз Big Step жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыруымен келесі жобалар бойынша ашық жиналыстарында қоғамдық өткіземіз. Рұқсат етілген шығындардың нормативтердің жобалары, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Оңтүстік-батыс Тәжіғали кен орнында тереңдігі 500 метр пайдаланылған тоғын бұрғылауға арналған топтық техникалық жобаға қоршаған ортаны қорғау және қалдықтарды басқару бөлімі. Менің атым Күмісбаев Еркінбек. Баяндамашымын. Мына слайдта объектінің қысқаша сипаттамасы көрсетілген. Жалпы алғанда кен орнының әкімшілік ауданы Қазақстан Республикасы Атырау облысы Жылой ауданының құрамына кіреді. Атырау қаласының облысы орталығы солтүстік-батысқа қарай 350 км орналасқан. Ең жақын елді мекендер Қосшағыл ауылы мен Құлсары қаласы болып табылады. Олар тиісінше солтүстік-шығысқа қарай 75 км және 120 км жерде орналасқан. Келесі слайдта қоршаған ортаны қорғау бөліміне тоқталсақ, құрылыс кезеңіндегі омбаларды сынау кезінде қоршаған ортаға тигізген әсері мыналарды қарастырады. Бағананы оқпан бойынша жобалық тереңдігі 500 метр жұмыстарды жүргізілген мерзімі бір омбыма 30 күн. Яғни оның ішінде 10 күн құрылыс монтаждау жұмыстары және бекіту, 10 күн бұрғылау және бекіту, 10 күн сынау. Жобалық шешімдерді іске асыру 2026-2029 жылдарға жоспарланып отыр. 2026 жылға құрылыс монтаждау жұмысы және бекіту кезеңіне бұрғылау және бекіту кезеңі және 5 омбыны сынау кезеңі 150 күнге созылады. 2027 жылға да 150 күнге созылады, 2028 жылға да 150 күнге созылады, ал 2029 жылға 180 күнде қарастырылған. Келесі слайдта жобаланған жұмыстардың сипаттамасы белгіленген бөлігі болады. Құрылыс монтаждау жұмыстар және бекіту, ұңғыманы бұрғылау және бекіту және ұңғыманы сынау болып табылады. Келесі слайд. Мына слайдта атмосфераға шығарылған ластауыш заттардың тізбесінің бөлігінде болады. Жалпы алғанда 22 ластауыш көздері бар, 8 ұйымдастырылған, 14 ұйымдастырылмаған. Жалпы құрылыс монтаждау жұмыстары кезінде шығарындылардың саны 2026 бір ұңғымадан 2,253 тонна, 5 ұңғымадан 11,266 тонна құрайды. 2027 жылы бір ұңғымадан 2,223 тонна, 5 ұңғымадан 11,226 тонна құрайды. 2028 жылда бір ұңғымадан 2,253, 5 ұңғымадан 11,266. Ал 2029 жылы 6 ұңғымадан 13,219 тонна құрайды.
сол проект ауыстырып берші. Мен айта беріп қой. Айта берейін ба? Келіп қатысу керек қой. Келесіге ауыстырып келесі слайдта құрылыс кезеңіндегі атмосфералық ауаға теріс әсерді азайту жөніндегі іс-шаралар қарастырылған. Шаң басқан учаскелерді сумен басу, оның ішінде жолдар мен алаңдар, ақаусыз сору жүйесі бар техниканы пайдалану, ауа райын ескере отырып жұмысты жоспарлау, бос тұрған кезде техниканың жұмыс уақытын азайту. Келесі слайдта 2026-28 жылдарға арналған құрылыс және жинау жұмыстар кезінде суды тұтыну және суды бұру кестесі көрсетілген. Жалпы айтқанда ауыз суды тұтыну қажеттілігіне 0,45 метр куб, тұрмыстық қажеттіліктерге 0,19 метр куб, құрылыс және дайындық жұмыстарға 0,45 метр куб, бұрғылау жұмыстарына 0,372 метр куб және сынақ жұмыстарына 0,1445 метр кубты құрайды. Келесі слайдта 29 жылға арналған құрылыс және жинау жұмыстар кезінде суды тұтыну және суды бұру кестесі көрсетілген. Жалпы айтқанда ауыз су тұтыну қажеттілігі 0,54 метр кубты, тұрмыстық қажеттіліктерге 1,08 метр кубты, құрылыс және дайындық жұмыстары 0,54 метр кубты, бұрғылау жұмыстарына 0,4464 метр куб және сынақ жұмыстарына 0,1734 метр кубты құрайды. Бұрғылау қондырғысына өнеркәсіптік сападағы су жүк көлігімен жеткізіледі. Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су ең жақын елді мекеннен цистернамен жеткізіледі. Ауыз су бөтелкеде жеткізіледі. Келесі слайдта су аймақтары әсерді азайту бойынша ұсынылатын іс-шаралар мыналарды қамтиды. Жинау жүйесін құру, белгіленген жерлерде техникалық қызмет көрсету станцияларында көлік құралдарын техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу, халықтардың еркіндерін және отынның су айдындарына және ашық жерге төгілуіне жол бермеу, бұрғылау сұйықтықтарын сақтау үшін тығыздалған контейнерлерді пайдалану, жабдықтар мен контейнерлердің тығыздығын бақылау, қажет болған жағдайда бұрғылау алаңдарын оқшаулау. Келесі. Мына слайдта 2026-28 жылдарға арналған қалдықтарды басқару бөлімінің кестесі көрсетілген. Яғни 8 қалдықты құрайды, саны бойынша барлығы 1119,72 тоннаны құрайды. Келесі. Мына слайдта 29 жылға арналған қалдықтарды басқару бөлімінің кестесі көрсетілген. Бұнда да 8 қалдықты құрайды және саны бойынша барлығы 1343,664 тоннаны құрайды. Келесі слайдта топырақтарды қорғау және қалдықтарды басқару бойынша ұсынылатын іс-шаралар көрсетілген. Қалдықтарды жіктеу, қалдықтардың түрлері бойынша бөлек жинау, қауіпті және қауіпті емес және айна қалдықтары, қалдықтарды тиісті лицензиялар мен рұқсатулар мамандандырылған компанияларға тапсыру, материалдарды тиімді пайдалану, төгілген жағдайда ластанған жерлерді тазарту болып табылады. Келесі. Мына слайдта әлеуметтік экономикалық әсерді бағалаудың жолдары көрсетілген. Яғни халықты жұмыспен қамтуды арттыру, қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту, аймақтық экономикалық өсуі мен дамуы. Келесі слайдта қоршаған ортаны қорғау бойынша 2026-29 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары көрсетілген. Олар шаңды басу жұмыстары, су тұтынуды және ағынды суларды бұруды бақылау, қалдықтарды есепке алу, жинау және уақытылы жеткізу және тағы басқалар. Келесі слайдта кестеде 2026-35 жылдарға арналған шығындылардың ластауыш көздері белгіленген. Яғни 2026 жылы 47 ластауыш көзі, 2027 жылы 57 ластауыш көзі, 2028-35 жылдар аралығында 65 ластаушы көзі белгіленген. Келесі слайдта 2026-35 жылдарға арналған жалпы шығындардың көлемі белгіленген. 2026 жылы 115,854 тонна, 2027 жылы 116,166 тонна, 2028-35 жылдары 116,355 тоннаны жылына құрайды. Келесі слайдта санитарлық қорғау аймағының шекараларын негізделу көрсетілген. Келесі слайд. 2026-35 жылдар бойынша қоршаған ортаны бақылау бағдарламасы белгіленген. Олар әзірлеудің негізгі ішкі бақылауды жүргізу және аккредитталған зертхананың қатысуымен мониторинг жүргізуді қамту. Келесі. 2026-35 жылдарға арналған қалдықтарды басқару бағдарламасы көрсетілген. Мұнда айтсақ, қалдықтарды басқару негізінде нормативтік құжаттар мыналар болып табылады. Бағдарламаның мақсаты қалдықтарды басқару, стандарттары және ережелерін сақталуын қамтамасыз ету, қалдықтарды басқару принциптерін белгілеу. Келесі 2026-35 жылдарға арналған пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау шектеулері көрсетілген. Мұнда айтсақ, жалпы қалдықтардың түрлері белгіленген және уақытша жинау көлемдері көрсетілген.
Келесі слайдта 2026-35 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспар көрсетілген. Мұнда жалпы айтсақ, шаңды басу, жабдықтың тығыздығын бақылау, талдар отырғызу және де тағы да басқа іс-шаралар көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Баяндама аяқталды. Қалдықтарды қайда төгесіңдер сендер? Қалдықтардың барлығына ана Өздава деген компания бар. Сонымен договор жасап қойдық. Өздава? Иә. Соларға апарып. Сендер әлі бастаған жоқсың, бастағыларың керек те. Иә, айтып жүреді. Қысқаша айтып жүрсіз ба? Мен Бекстепс компанияның директоры. Сол Бекстепс компанияның басшысымын, аты-жөнім Қадыр Аслан. Мен өзім еңбек жолым осы Жаңаөзен қаласында істеген 27 жыл. Микрофоныңыз сөйлесеңіз. Осы Жаңаөзен қаласында жұмыс жасаған 27 жыл өзім мұнай саласында. Қазір енді осы ұлан берумен сіздердің елді мекенге келіп жатырмыз. Кен орнын өздеріңіз білесіздер. Енді мынау деген Қазір естіп жатыр ма? мына Тәжіғалидың ең бірінші қиыншылығы жол мәселесі мысалы. Ол деген енді алыстау жерде орналасқан бұрынғы теңіздің орны болғаннан кейін осы былтырдан бері осындай іс-шаралар жүргізіп жатырмыз. Әзірге дайындық жұмыстары. Осы мына 26 жылға газ 5 ұңғыманы бұрғылаймыз деп қабылдап, осы мына экология жөнінде мына қоршаған ортаны қорғау ретінде осы тыңдалу жүргізіліп жатыр. Енді былтырғы іс-шараларымыз сол жерге жол салу болды. Үлкен бір шығыны бар. Енді жақсы жол болмағанмен газ қатынасы болатындай қылып жол салдық. Қазір енді келесі неміз бұрғылау жұмыстарын бастаймыз деп отырмыз. Алла бұйыртса, қазіргі таңда барлық дайындық жұмыстары өтіп жатыр. Қазір басына адамдарды орналастыратын тұрғын городок салынайын деп жатыр. Енді жалпы несі осы. Енді әлі бастаймыз деп, соған дайындық жұмыстары әзірге. Енді мына 26 жылға 5 ұңғыманы бұрғылап қазамыз деп өзімізге не алып отырмыз басымызға. Қандай бұрғылау қадасың? Бұрғылау қандай? Бізде бұрғылау қандай болған кезде қазір бірінші енелеріміз бар, бұрынғы қалған ұңғымалар. Оларды апыр еспен, ол енді жаңағы содан кейін упа. Үлкен бұрау аяқелемен атқан бұл түрейден сияқты. Жоқ, онда үлкен бұрау. Мына жердің енді тереңдігі 500 метр болғаннан кейін 450-ге дейін қазамыз. Сол себепті оған үлкен бұрау ойдың қажеті жоқ деп есептейміз. Оны бізде берілген немен бәрі сол 500 метрге дейін тереңдікті қазылады. Тереңдігі қандай болды екен? Өзі ол рас кейбір қазылған. Ертеде қазылған нелер кезінде теңіздің келуге салдарларымен көптеген нелермен қалып қойған. Қазір соны қайтадан бастап қолға алып соны жұмыс қылып жатырмыз. Ескі қаратауды да қазып жатыр, татын ет. Енді ол жерлерде де жүріп жатыр. Енді ол аумақтарда көптеген жерлерде жүріп жатыр. Мысалы Қытай компаниялары бар, ал жағында терең. Олардікі терең болады, біздердікі 500 метр. Қосшағылды да қазбайды ма? Қосшағылға да бір 400 километр келеді деп. Өкінішке орай бізге Қосшағылды берген жоқ, біздікі. Площадка жасап жатыр ма? Былай көріп өтіп жатырмын, енді оны қай компания алып сіздерді кім қазайып жатқандар. Жалпы мына Тажығали деген қазір месторождение шамамен 75 километр Қосшағылдан. Біздер осы ең жақын населенный пункт болғандықтан осы жерде халыққа таныстыру жұмыстары жүріп жатыр. Біз бар, мына жақтан былай шықсаң, Майкөңген бар. Осы Майкөңді салыстырғанда енді қазіргі экологиялық талаптар бойынша тіке бағытта қандай үйлер жақын, сол жерге барып халыққа таныстыру керек осы жобаны. Халық білу керек, қандай жұмыстар болып жатыр, өзінің ұстаныстарын білдіру керек, сұрақтарын. Халық білгенде. Білу керек, жұмысқа ешкім алмау керек. Иә, мына халықпен біздер ешқандай ете алмаймыз. Мына компания директоры бар, қазір достарыңыздар жұмыс жөнінде бәрін жұмысқа алмау керек деген ондай сөз болмайды. Жұмысқа алынады, жаңа мен осы жерде тыңдап отырмын, сіздердің араларыңызда қазір мекеме ашылады, Шымкенттен әкеледі деп. Мен Шымкентке ешқандай қатысым жоқ. Бізге келгендер бар ғой, бәрі де осылай
жұмыс басталған жоқ әлі. Басталады, басталғасын аламыз. Деп құлақтан теуіп кетеді. жұмыс алудың өзінің процедурасы бар Бірінші ғой. Құдай, мен сіздерге жаңа ойбай алам, бәрін қатырам деп уәде бере алмаймын. Өйткені Бәрі де сөзсіз ұстайды сөйтіп. Иә, бұл мен сіздерге өйтіп уәде беріп, міне 100% сіздің барлық нелеріңізді алайын деп жатырмын, орналастырайын деп жатырмын деп уәде бере алмаймын. Ол өйткені ол уәде бермесеңіз не жерге келесіздер? Уәде беруге осы жойда қоршалдың қайған балаларының бәрі жұмыста жоқ. Mesela менде немерелерім бар, қаңғып жүр қазір. Біресе андамыз, біресе мында семья үйде ал ақшаны алады жұмысқа, 1-2 айдан кейін қайтадан шығарып жібереді, жүр қаңғып келеді. Жүріп отырмыз міне. негізі мына заң бар, не бар, оны алып қайтадан шығарып жібереді, қаңғып жүреді деген енді ол қай жерде де адам өзінің жаңағы Саламатсыздар ма? Астананың ар жағына Қарағандыға барып жұмыс жасап келді. Жұмыс болып ақшасын берген жоқ, өткенде қаңғып кетті ауылға. Екеуміз үстінде сол ғой. Қадыров Аслан. Иә, Бексер компаниясының басшысымын, Қадыров Аслан. Қадыров Аслан мырза. Сіз қазір қоғамдық тыңдау өткізіп отырсыз халыққа, яғни жасайын деп отырған жұмысыңыздардың түсіндірме жұмысы бойынша. Қоғамдық тыңдауыңыздың мана проектісі бойынша айтып кеткен баяндамада әлеуметтік жұмыспен қамтудың артуы жөнінде презентацияның ішінде кіріп тұр. Ол егер орындалмайтын болса, не себепті презентация кіргізіп отырсыздар? Сіз жаңа айтып отырсыз, мен жұмыспен сіздерді қамти алмаймын. Бұған мен қазір ешқандай ұсыныстарыңызға, мен сіздерді қабылдауға дайын емеспін дейсіз. Кешірерсіз. Егер дайын болмасаңыздар, сіздер презентацияда неге көрсеттіңіздер? Әлеуметтік жұмыспен қамтудың артуы. Кешірерсіз. Мен мына жерде айтып отырсыздар. Не себепті? Егер жұмыспен қамти алмайтын болсаңыздар, оны не себепті айтып отырсыздар? тоқтаңыз, сіз мені дұрыс түсінбеген боларсыз. Мен мына жерде айтқанда қамти алмаймыз деген, ондай 100% қамти аламыз деп айта алмаймын дедім. Әрине, жергілікті халықтан жұмысқа алынады, бірақ енді 100% мысалға кез келген бұл жерде. Процент деп айтылған жоқ, әлі проценті. Мен соны айтып отырмын. Мен Процент туралы айтылмады, Қытай, мен сөйлеп алайын, сізді тыңдарымыз сосын. Сіз қазір айтып отырсыз, мен міндеттей алмаймын жөнінде жұмысқа қамтуға. Сіз қазір осы бұрғылау жұмысына қанша адамды жұмыспен қамти аласыз? Осы жергілікті аймақ, өндіріс аймаққа жақын мекен Қоршалы ауыл тұрғындарының ішінен қанша адам жұмысқа ала аласыз? Сізге қандай мамандықтар келеді? Сәйкес сол бойынша Жылой ауданынан қандай мамандықтар ала аласыз? Соны айтып кетіңізші, қандай жұмысшылар керек болады? біздер енді мына бұрғылау жұмысы жөні бойынша өзім неммен қазір айтайын сіздерге, мысалға бұрғылаушылар керек, бұрғылаушылардың көмекшілері керек, дәнекерлеушілер керек. Және де мына ертең құрылыс жұмыстары жүреді, сол жерге құрылысшылар керек. Сіз жаңа мен дұрыс түсінбей қалдыңыз, мен бұл жерге халыққа айтып жатқан кезде мен 100% бәрін алып қамтып тастаймын деп айтып уәде бере алмаймын. Бірақ қолымыздан келгенше осы жерден жергілікті халықты жұмысқа аламыз деп айтып отырмын. Әрине, бұл қазір бір сөзбен бәрі шешіліп, міне бүгін 15 адам алам, ертең 10 күннен кейін 20 адам алам деген сондай сөз жоқ. Бірақ мына жерде мен қазір бұл несін тізімін беріп кетемін әкімшілікке. Қандай жұмысшылар керек, қандай жаңағы специалистер керек. Если специалистері несі соответствует етсе, конечно, аламыз жұмысқа. Негізінде проектте кейде қанша жұмысшы саны көрсетіледі да кейде. Мынандай құрылыс жұмысына осындай жұмыскерлер тартылады. Бұрғылауға осындай жұмысшылар саны деп көрсетіледі. Сол себепті сұрап отырмыз, сіздерге қандай мамандықтарды қажет, қалай ала аласыздар деп. Осы сұраққа қазір жауап беріп кетті. Банаға дәнекерлеу мамандықтары керек болады, бана бұрғылау мамандары, олардың көмекшілері, құрылыс мамандары керек болады. Осының барын тізбегін жазып акиматқа жасап кетеді. Сол халықтың ішінен сондай мамандар болса, акиматқа сондай ұсыныс резюмелерін тапсырып, сөйтіп немен компаниямен байланысуға болады. Бұл компанияда сізге де ыңғайлы ғой, бағанағыдай алыстан бір не алып келгенше осы жақын неден. Сосын жұмыс уақыты қанша? Жұмыс уақыты 15 күн деп ойлап отырмыз. Енді басталмаған жоқ қой әлі. Бірақ енді өз ойымызша Бурбабыз разноволочийлар қабыл қуатшар қосшалды еді. Ол бурбабы көреміз ғой. Жүктей алмайды, міндеттей алмаймыз. Себебі өздері алып келеді жұмысшыларды. Сол себепті біздер осы өндіріс аймаққа
әрине түсінікті. Мысалға қазіргі таңда біз әлі жұмыс бастамағанның өзінде осы мысалға Құлсары қаласынан мен өзіме жүргізуші ретінде бір адамды жұмысқа алып отырмын. Сосын ана нелерге бастапқы нелерді өлшеу, есептеу жөнінде тағы да бір жұмысшыны алдым. Бұл мысалға осы жерде қатысып отыр, мына Ержан Бауыржан деген жігіт бар осы жерде, осы жергілікті тұрғын. Қазір жүргізуші ретінде жұмысқа алынды. Енді бұл әлі жұмыс басталмағанның өзінде. Болашақта жаңағыдай тізімді береміз, керек нелерді осы жерден жергілікті халықтан аламыз жұмысқа адамдарды. Бірақ енді жаңағыдай 100% аламыз деп айта алмаған себебім, өйткені үлкен специалистер керек болады маған, мамандар керек. Оларды мысалға мен бұл жерде таба аламын ба, таба алмаймын ба, ол маған жаңағы өзімнің неме келе ма, келмей ма, ол жағы да бар. Былай кәдімгі жергілікті халықты жұмысқа алуға міндеттеме аламыз. Бізде жұмыспен қамту орталығы бар ма, мансап орталығы? Сол жерге де Сол арқылы өтеді ол, қалай болғанда да. Шөпір, пәгілушік ондайлар аласың ба? Әрине аламыз. Мысалы, оны айтып отырмын ғой, әлі жұмысымыз басталған жоқ. Бір жігітті мысалы тек өзімнің машинамын қазір жүргізуші ретінде алып, енді жұмысты бастап отыр бірге, қасымда жүр. Мына как жергілікті бала, мысалы, мына жерлерді біледі. Қазір мен тауып келе алмас едім. Әкеліп жатыр, жүріп жатыр, бірге барып жатырмыз. Ертең көптеген жұмыстар бар ғой, енді анау мен Шымкенттен әкеліп бір құрылысшыны жұмысқа қойғаннан осы жерден алғам. Ертең мысалға Шымкенттен келді, сіздер айтқан, оны маған жолы бар, төлейтін, оны әкелуі бар, апаруы бар, ол да үлкен шығын компания үшін. Әрине, оны қолдан келгенше осы жерден, жақын жерден мен мына жаққа тасымалдауыма да жеңіл болады, басқа да іс-шараларыма жеңіл болады. Жобасы қанша болады? Енді зарплаттың жобасы ол деген қазір мен сізге әлі айтып бере алмаймын, өйткені ол мына собеседование дейді ғой енді жаңа. Келісеміз, сөйлесеміз, әркімнің өзінің қабілетіне байланысты. Мысалы, құрылысшынікі бір бөлек, бұрғылаушынікі бір бөлек, енді оның өзінің мамандары бар мысалға. Кадрларымыз бар. Сол кезде уже не істеген кезде тәртібін түсіндіріп айтып береміз. Тағы да бір сұрақ берейінші. Сіздің компания қай неге тіркелген? Біздің Атырау облысына тіркелген ба, жоқ қай? Налог төлеу сияқты дейсіз. Түсінбедім. Налог осы сияқты төлейсіз. Налог төлейміз осы жаққа. Налог қай жаққа төлейсіз? Осында жергілікті неге төлейміз налог. Жергілікті ауданға ма? Сосын жаңа солығы яшы бастылар, қоңырға, неге? Әрине, ол енді онсыз болмайды ғой, мысалы, тамақтандырамыз жұмысшыларды, оны енді анау тамақ пісіру үшін адамды бір жерден алып келмейміз, жақын жерлерден алынады ол. Оның бәрін акиматқа дұрыстап айтып бересіз. Әкімнің менде нелерім бар, телефон нөмірлерім. Бәрін хабарласқан, сөйлескен, осыған дейін. Енді бірге отырып, сөйлесіп, дальнейшем бірге жұмыс жасаймыз. Енді сіздердің абаттандыру жағдайы қалай болар екен? Сіздер өздерің кен орнынан абаттандыру жұмыстар жүргізесіздер ма, жоқ әлде жергілікті мекенде абаттандыру жүргізе аласыздар ма? Абаттандыру жөнінде жауап беріп кетейін. Мекеме Құлсарымен договор жасап, меморандум. Құлсарының әкімшілігімен. Сол меморандум бойынша берілген жер қойы бар, соны жерге барып, бұлар өздеріне міндет қойды. Талдар егуге. Талдар егіп, сол жерде бана су құю жұмыстары соның бәрін қамтамасыз етілген. Сол, оның процедурасы солай екен. Құлсары береді, Құлсары мекқа жібереді, или басқа жібереді. Жоқ, ол меморандумға күні кеше қол қойылды. Әкімнің қабылдауында болдым, міндеттеме алдық, 300 тал егеміз деп. Оны жаңағы суғару нелерін орналастырамыз деп кеше ойлады. Азғандай 300 тал. Қытайлар келіп, 1000-2000 талдан беріп, өздері адам тағайындап егіп жатыр. Осы шағылдың іші қазір жақсы тал, амандық болса, жазда көресіңдер. Бізге де сондай керек. Сұраққа мен қарағаттанған біреуіңіз айтасыз, былтыр дейсіз, біреу айтасыз, кеше дейсіздер қай уақытта отырдыңыз да меморандумға? Біз сұрайық, қалай акиматпен отырдыңыз ба, қай жерге егуге жер берді ме? Қосшауға келдің ба, Қосшауға нетті ба, Қосшауға ек талды. Құлсарға деген. Хат жолдайды, бана бірінші Құлсарға жолдау керек. Құлсары сосын
не істейді бағыт дейді қос шағылған неге Если көрінсе көрсетіңіз, мына числосы бәрі көрініп тұр, күні кеше қойылған, міне 20 қаңтар 26 жылда мына меморандум көріп тұр ма екен кешегі датамен тұр бізге қосшағылға 20 керек. қаңтар 26 жыл міне. көшірмесін бере аламыз аудан Менде сұрақ сізге. Сіздер сонда тыңдауды өткізбей тұрып, әкіммен кездесіп, әкімнің сұранысы бойынша осы меморандумды толтырасыздар ма сонда? Қалай? Кімге айтасыз? Сіз кеше меморандумға отырдыңыз. жоқ оның алдында жүрген тек қана кеше сол әкімшілік қойған Проектировщик сіз или мекеме жақтан сөйлеңіз, или мекеме басшысы өзі сөйлесін. айтып жібересіз ба меморандум Меморандум жөнінде микрофонға айтып жіберіңіз меморандум осыдан 1,5 ай бұрын берілді. Қазір соны кеше күні бар акиматта қол қойып келісілдік. Қай жерге егетін жерін көрсетті, несін айтты, қанша гектар екенін, қай жерден суға қосылу керек екенін. Құлсарының несі Құлсарға егесін деп көрсетті ме сонда? Иә. Да? Бұл бізге қажет жоқ. Бізге қосшағылға керек. Саламатсыздар ма? Атырау облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінен Искакова Айгүл Сабырқызы боламын. Мен басында алдым ба, бұл бұрғылау жұмыстары және құрылыс жұмыстары енді басталғалы жатыр ғой да? Иә. Қазір бұл Ақтөбе қалашық немесе асхана деген сияқтылар бар ма? Және санитарлық қорғау аймағы жөнінде айтып өттіңіздер, сол санитарлық қорғау аймағының жобасы жасақталған ба? Жобасы жасақталды, бірақ әзірге құрылыс жұмыстары жүргізілген жоқ, енді басталады. Бұрғылау жұмыстары да әлі басталған жоқ ешқандай. Бұл объекттер жұмыс басталғанда сіздерге ескертетініміз Ақтөбе қалашық болатын бұлар, асхана болатын бұлар объекттер санитарлық эпидемиологиялық қорытындалу керек мына тұрғылықты санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы арқылы. Және санитарлық қорғау аймағының жобасы жасақталған болса, болғанда сіздер екінші класс деп оқыдым мен, екінші класс қауіпсіздік сыныбы. Осы жобаға сіздер қорытындалуларыңыз керек. Бәріне портал арқылы. Бірінші санатқа жатқызылады деді ғой, санын ана мен оқып қалдым. жоқ экология кодекс бойынша категория бар санат сосын класс деген бар класс санитарлық талаптармен анықталады санитарлық талаптарға сәйкес екінші санат 500 метр сан зонасы ал экология кодекс бойынша категориясы бірінші категория Бәрі қорытындалу керек. иә дұрыс бана категория сұрап отырсың айтып барлық ұсыныстар бәрі хаттамаға енгізіледі тау отырғызу жөнінде қоршауды деп айттыңыз ғой оның бәрі мұнда енгізіледі хаттамаға Бізге талды егет болсаң қосшағылға ет. Құлсарға егет болсаң бар онда Құлсарға кетіңдер. Келіп алып өткіземін дейсің де талды бірдемені ана жаққа егесің. Сосын Құлсардан алады ғой адам деген жұмысқа. Белгілі шөпір Құлсарда болмас. Тағы да ұсыныстарыңыздар бар. Онда да шөпір көп қой. Осыдан өтіп кетсе прокуратураға арыз береміз істеріңе. Жоқ, күнме. Жалпы енді бүгінгі қоғамдық тыңдау төрағасы ретінде мен өз ұсынысымды бергім келіп отыр. Биыл Қосшағыл ауылына бәріміз белгілі 100 жылдығымыз ауылымыздың. Соған енді іс-шаралар жоспары жасақталып жатыр және аймақтық ақындар айтысын өткізу жоспарымыз да бар. Соған сіздердің мекемелеріңізден демеушілік сұраймыз. Соны осы протоколға енгізіп қойсаңыздар. Енгізілсін. Ауыл үшін. Енгізілсін, сосын елдерін сөйлесейік. Әкім, біздің ауылдың әкімі шақырайық. Кел, қашан келесің? Ертең келесің, арғы келесің. Жаңағы 100 жылдығымыз бар. Сосын жаңағы табың бар. Спонсор Ұсыныстардың бәрі протоколға жазылсын. Мұдаларың бәрі де келеді. Құлақтан тебет те кетеді. Айтып отырмын ғой. Адамды аламыз дейді. Қанша адам кетті? Өткенде сұраймыз. 2 адам алды тек қана. Қанша келіп жатыр? Қожан келіп жатыр, Мәтен келіп жатыр, тағы біреулер келіп жатыр. Құлақтан теуіп кетіп жатыр. Болмайтын зат бәрі тек. Кешеде бір Қытай келіп кетті, мына Қосшағылдан 2,5 километр жерден разведка жасаймыз дейді. Сосын тона бір шеті Қарашөңгелге дейін, бір шеті тона тауға дейін. 7000 метр қадамыз дейді. 7000 метр. Иә.
жас жігіт о да. Айттық оған да. Адам аласың әуелде. Құрметті төраға, сіздердің ауыл чаттарыңыз бар ғой, сол жерге қазіргі мына ізделініп жатырған жұмысшылардың тізімін салсаңыз сол жерге де. Мамандықтар іздеп жатырған мамандықты ауылдарыңыздан. Yok көрейік оны. Ауылда бар ғой мамандық жетеді. мекеме тарапынан Болған жағдайда Жылой ауданына қарай ұсыныс берсеңіздер. мекеме тарапынан күтеміз осы жұмысты. Одан кейін ауыл чаттарына хабарландырып болады. Басқа да ұсыныстарыңыз. Бізге жұмыс қой. Жұмыспен жаңағы көгалдандыру бізде экология жаз болса дейтін қос шағыл топырақ болып тұрады. Соған тал еккен тәуір көреміз. Протоколға енгізілді. Балдарға жаңағы ойын ертең 100 жылдығымызға бір подарка жасап, бір нән балдарға ойын алаңы салып берсең, вообще сенен артық адам жоқ. Баланың ойнайтын жері жоқ вообще. Сондай бірдеме нету керек тек. Солай ғой, иә. Жұмысқа, аждегі жұмысқа керек. Шүпірге болады. Балдарымыз көшеде отырамыз. Ойнайтын жер жоқ. Жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жаңа баяндамашының. Жоба. Жоқ. Онда қоғамдық тыңдауды өтті деп Менен Қалай өтеді? сұрақ бар еді. Мана проекті бойынша қалдықтарды айтқанда қауіпті және қауіпті емес қалдықтар неге айтылмаған, неге көрсетілген жоқ? Сіздерде манағы буровой шлангдар көрсетілді, оны қайда тапсырасыздар? Бана да халықтан сұрақ болды. Барлық қалдықтар олар Вездала компаниясымен келісімшарт жасалып, соларға тапсырылады. Осы теңіз қалашығында Вездаланың объектілері бар, жақын. Солармен келісімшарт жасалып, соларға тапсыру көзделді. Енді техникалық суды қайдан аласыздар? Енді қазір 2-3 мекемеге не бердік, ұсыныс. Әлі толық жауабын алғанымыз жоқ. Осы бір айдың аяғына дейін бізге жауабын береміз деді. Сол неде қазір 2-3 мекемеге ұсыныс берілді, айдың аяғына дейін жауабын береді. Ана сол Темешевроға жақын жердегі ана Қаратонда сол техникалық суды сол жерге келісімшартқа қол қойып беретін деп ойлаймыз. Жоқ, Шаңырақта бар ғой техникалық су. Пересесте де бар, Қаратта. Қос шағылда да бар. Шағылда кішкене алыстау болып кетеді. Иә, алыстау. Бізге де анау жақын ғой, кішкене болса да. Бақтың ішінде Қаратта бар. Пересесте. Басқа сұрақтар жоқ сияқты. Онда қоғамдық тыңдау өтті. Жабық.